қайрат, ақыл, жүрек шөгу өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғалымға жүгініпті. Қайрат айтты: «Әй ғалым, өзің білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейтінін. Әуелі өзіңді білуге, ерінбей, жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей, жалықпай, орнына келтірмеккен менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абырой, мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтын, күнәқарлықтен, көрсөзар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратын, адасқан жолға бар жатқан бойды қайта жиғызып алатығы мен емес пе? Екеуі раған қалай таласады депті. Ақыл айтты: не дүниеге, не ақиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғым мен. Сенің сөзіңді ұғатұғым мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен. Залалдан қаша алмайды екен. Ғылымды ұғып үйрен алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласа? Менсіз өздері неге жарайды депті. Сонан соң жүрек айтты: мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылыйды тамақ жоқ жатқан кісіге, төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың пей жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшітетұғым мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратын да мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламайым. Жақсылыққа елжірет, ерейтұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кететұғын мен. Әділет, нысат, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі де менен шығады. Менсіз олардың көрген күніне, екеуі маған қалай таласады депті. Сонда ғылым үшеуінің сөзін тыңдап болып айтты: «Ей қайрат, сенің айтқанымның бәрі де рас.